Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен алмадан повидло жасаудың рецептімен бөлісемін. Бұл рецептпен жасасаңыздар кез келген бәліштердің, булочкалардың, пирогтардың салмасына жарай береді, себебі формасын сақтап тұрады. Ол үшін кез келген алманы пайдалана береміз. Және де бөліктерге бөліп шығамыз. Бөліктердің өлшемі маңызды емес, ең бастысы бізге қайнатуға ыңғайлы болу керек. Егерде осындай бұзылған жерлері болса, бұзылған жерлерін алып тастап, таза жарамды жерлерін пайдаланамыз. Менде осы алмадан дәндерін алып тастағаннан таза салмағы 3 кг шықты. Алманы ыдысқа салып, артынан 3 кг-ға 200 грамдай су құйып, отқа қойып, жақсылап араластырамыз. Жұмсарғанша қайнатамыз. Арасында міндетті түрде араластырып тұруымыз қажет, себебі асты күйіп кетуі мүмкін. Шамамен менде 25-30 минуттай қайнады. Алма езілген. Енді дәл осы алманы оттан түсіріп, блендердің көмегімен езіп шығамыз. Бұл повидлоның пайдасы, егерде осылай банкіге жауып қоятын болсаңыздар, кез келген уақытта булочка, пирог пісіретін болсаңыздар, банкіні ашып пайдалана бересіздер. Езіп болғаннан кейін міндетті түрде осындай ситадан өткізіп шығамыз, себебі артық қабықтары, езілмей қалған қабықтарын алып тастауымыз қажет. Сол кезде бізде таза бір келкі әдемі повидло шығатын болады. Дәл осылай артық қабықтарын алып тастаймыз. Міне осындай 100 грамдай артық масса шықты, оны алып тастаймыз. Енді міне біздің пюреміз осындай тап-таза әдемі болып шықты. Дәл осы пюрені балаларыңызға жегізсеңіздер болады тағам ретінде, базардағы пюреден әлдеқайда артық. Немесе кішкентай көлемді банкілерді булап, банкілерге жауып, салқын жерге сақтап, кез келген уақытта балаларыңызға берсеңіздер болады. Ал бізге повидло жасау керек болғандықтан, біз енді үстіне қант қосамыз. Алманың тәттілігіне байланысты, алманың әр килограммына 500-700 грамдай қант қосамыз. Менде қатты тәтті алма болғандықтан, әр килограммына 500 грамдай қант қостым. 2 килограмм 700 граммға 1 килограмм 300 грамдай қант қостым. Банкіге жапқандықтан 3-1 шай қасық лимон қышқылын қосамыз. Қосып болғаннан кейін жақсылап араластырып, отқа қойып, орташа температурада қоюланғанша қайнатамыз. Бірақ қайнатып жатқан кезде міндетті түрде араластырып тұруымыз қажет, себебі асты күйіп кететін болса, повидлоның түрі, түсі өзгеріп кететін болады. Ыңғайлы болу үшін үлкен ыдыстан кіші ыдысқа ауыстырдым повидлоны. Дәл осылай көпірши бастаған сәттен бастап, оты төменгі температураға қойып, жайлап қайнатамыз. Арасына міндетті түрде араластырып тұруымыз қажет. Егерде басында жақсылап араластыратын болсаңыздар, кейінгісінде арасында араластырып тұрсаңыздар болады. Және де қайнатып жатқан кезде бетін жауып қойыңыздар, себебі арасына атқылауы мүмкін. Міне менде осы шамамен 1 сағаттай уақыт қайнады. Повидло қоюланған. Енді буланған банкілерімізге құйып шығамыз. Осымен повидло дайын болды. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.